Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұмар туралы аңыз. Жаңа сөздермен танысайық. Патшайым, тәрбиелейді, басқыншылық, қашып құтылған елші. Патшайым, королева, тәрбиелейді, воспитывает. Басқыншылық, захватчики. Қашып құтылған, сбежавший. Елші, посол. Оқулық, 84-ші бет, 3-ші тапсырма, тыңдалым. Мәтінді тыңда, оқы. Открываем учебник, 84-я страница. Текст, 3-е задание. Прослушай и прочитай текст. Сақ патшайымы Тұмардың есімі ежелгі жазбаларда Томирис деп көрсетілген. Ол біздің жыл санауымызға дейінгі 570-520 жылдары өмір сүрген. Тұмар массагеттердің патшайымы, скиф халқының көсемі, ишбақайдың ұрпағы, скифтердің патшасы, мадидің шөбересі, массагеттердің патшасы, сыпырдың қызы. Патшайымның анасы Томиристің сәби шағында қайтыс болады. Кішкентай қызды әкесі тәрбиелейді. Томирис бала кезінен әскери іс-қимыл мен қару-жарақ пайдаланатын ортада өскен. Әкесімен бірге жаулардан бірнеше рет қашып құтылған. Ал 5 жасынан бастап асау атқа мініп жүрген. 6 жасында қолына ақинақ, қысқа семсер ұстап, соғыс өнеріне жаттыға бастаған. Алдымен Кир көшпенділер еліне елші аттандырады. Олардың патшайымы Тұмардың өзіне тұрмысқа шығуын сұрайды. Осылайша Кир массагеттермен соғысуға сылтау іздейді. Тұмар Кир патшаның жыл санауға дейінгі 558-530 жылдары ұсынысын қабылдамайды. Осыны сылтау еткен Кир жауынгерлерін шығысқа қарай аттандырады. Аракс дариясына жетіп, үстінен қалқыма көпірлерді құруға, кемелердің кермесінде мұнара қамалдар тұрғызуға әмір береді. Итак, мы прочитали текст о скифской царице Томирис. Мать Томирис умерла еще, когда Томирис была маленькой. Девочку воспитывает ее отец. Томирис 5 лет становится наездницей. 6 лет начинают обучать владением холодного оружия. Муж Томирис погибает в сражениях, и она остается вместо него править своим государством. Царь персов Кир предлагает Томирис объединить их государство и высылает свадебное послание, но Томирис отвергает его. После этого Кир пытается завоевать земли скифов. Этим самым Кир и Томирис навсегда запечатлелись в истории. Итак, Томирис – это несравненная царица скифов. Томирис или ее другое имя Тұмар. Оқулық, 85-ші бет, 6-ші тапсырма, жазылым. Мәтіннің мазмұнына байланысты 7 сұрақ жаз. Прочитайте текст. Составьте 7 вопросов к нему. Записываем сегодняшнее число в тетради. Сегодня четверг, 10 декабря. Желтоқсанның 10-ы. Тема сегодняшнего урока. Далее 6-ші тапсырма. Чертим круг. Внутри пишем Тұмар патшайым. 7 лучей. И каждый луч выходит к своему вопросу. Составляем 7 вопросов. На этом урок закончился. Всего хорошего. До свидания, ребята. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар.